Баршаңызға сәлем бердік. Бүгін сіздермен сметанник пирогын әзірлейміз. Ең алдымен салқын майымызды үккіштен өткізіп, ұнымызбен араластырып аламыз. Астынан жоғары қарай жұмыртқа саламыз. Аз ғана ванилин, шекер жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр елейміз. Аса қатты елеудің қажеті жоқ. Аз ғана осындай жұмсақ қамыр шыққанша елейміз. Бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын әзірлейміз. Салмасына 200 грамм қаймақ, 2 жұмыртқа, шекер, аз ғана ванилин, 2 ас қасық ұн саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жиырма 4 сантиметрлік формамызды алып жақсылап майлаймыз. Қамырымызды орналастырып, бір келкетіп жайып шығамыз. Жиегіне де жоғары етіп көтереміз. Себебі қазір салманы құйған кезде бізде ағып кетпеуі қажет. Енді салмамызды құйып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша бетіне жидек салсаңыздар болады. Мен малина салдым. Жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.